Бұл жақын арада болған қорқынышты оқиға еді. Тыныштық орнаған ауыл іші. Балалардың күлкісі мен ауыл ішіндегі берекет пен ынтымақтастық орнаған. Bir күні Жандос көке алыс сапарға жолға шыққан. Ертесі үй ішіне автокөлік апат болғаны айтылды. Ауыл тұрғындары барып қараса, көлік ештеңеге соғылмай бір жерде аударылып кеткен. Жандос аға тек қорқынышты нәрсе болғанын айтып жатыр. Айтатын сөздері: ешкі жүрді тұрып маған келіп, сені өлтірем деп айтты деп сандырақтап жатыр. Ауыл молдасы оны түсініп не көргенін ауыл тұрғындарына айтты. Ол тек жын көрді деп. Молда оған дем салып тыныштандырды. Ал сол түні көп адам түнде жатқан жерінен бір көлеңке келіп үстінен тұяқ аяғымен басып жатқанын айтты. Молда одан сайын қорқа бастады. Себебі бұндай нәрсе көп болмаған еді. Содан бері ауыл іші бұрынғыдай болмады. Жандостың сандырағынан кейін ешкім түнде жалғыз жүрмейтін болды. Иттер себепсіз олып, тау жақтан шыққандай бір ызғарлы дыбыс естілетін. Ауылдың ең шетінде тұрған ескі жапырақ түскен талдардың арасынан кейде әлдебіреудің қарасы жылжып өтетіндей көрінетін. Жандос көке сол апаттан кейін еш оңалмады. Көзіне ұйқы ілмей күні-түні бір нүктеге қарап отыратын болды. Кейде өзімен өзі сөйлесіп: ол келді, тағы келеді, түнде келеді деп күбірлейтін. Bir күні түн ортасында оның үйінен жан түршігерлік айқай естілді. Ауылдың ер азаматтары жүгіріп барса, Жандос жерге қарап тізерлеп отыр екен. Үйдің іші суып кеткен, терезелердің әйнектері өздігінен жарылып, шам өзінен өзі сөнген. Оның алдында топыраққа жазылған әлдебір таңбалар бар еді. Таңбалар белгісіз тілде жазылғандай бұлыңғыр, бірақ тірі сияқты қимылдап тұрды. Молда сол түні тағы келді. Ол дұға оқи бастады, бірақ әр сүренің ортасында шам сөнді де, есіктен суық жел кіріп, ішіндегі адамдардың демін тартып алғандай болды. Bir сәтке тыныштық орнады. Сол кезде есіктің ар жағынан ауыр аяқтың дыбысы естілді, тұяқ дыбысы. Бірақ ол малдың емес, әлдебір тіршіліктің, адам мен аңның арасындағы жаратылыстың қадамы сияқты еді. Молда дұғасын жалғастыра бергенде, үйдің төбесі сықырлап, шаң түсе бастады. Bir сәтте терезеден қара түтін кіріп, Жандостың жанына үйірілді. Ал түтіннің ішінен әлдебір пішін пайда болды. Екі көзі оттай жанып, аузынан бу шыққан, адамның пішініндей, бірақ аяқтарының орнына тұяқ, қолдарының орнына ұзын көлеңке тырнақтар. Сол сәтте барлығы артқа шегінді. Молда қатты айқайлап: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Артқа кет, лағнеті бар жын, деді. Бірақ жаратылыс күлді. Күлкісі темірдің үйкелген дауысындай, адамды дір еткізердей қорқынышты еді. Түн солай өтті. Таң атқанда түтін жоқ, бірақ Жандос жоқ болып шықты. Үйдің іші бос, еденнің ортасында тек қара күйемен күйген иіс қалған. Күн артынан күн өтіп, ауыл адамдары бірінен соң бірі түнгі тыныштықта бірдей түс көре бастады. Түсінде барлығы сол жаратылыстың алдында тұр, ол баяу күліп тұрып, әр адамға қарап: мен әлі кеткем жоқ дейді екен. Bir қызығы, кім сол түсті көрсе, ертеңіне таңертең денесінде тұяқ ізі сияқты көгерген таңба пайда болатын. Молда ауылда дұға оқып, мешітте түнімен шам жағып отырды. Бірақ шам неше рет өздігінен сөніп, мешіттің ішінен де түсініксіз дыбыстар шықты. Bir түні ол ауыл адамдарын жинап: бұл жай жын емес. Бұл баяғыда осы жердің астында көмілген ескі рух, қарғысқа қалған бір жаратылыс. Ауылдың маңындағы ескі қорым бар ғой, соның астында жатқан деді. Сол түні ауыл азаматтары молдамен бірге шам алып, қорым жаққа барды. Ай жарық, бірақ салқын. Қар аралас жел соғып тұрды. Жерге жақындаған сайын ауа ауырлай бастады. Ал қорымға жеткенде жер сәл қозғалғандай болды. Bir қабірдің үстінен қара түтін көтерілді де, ішінен әлгі таныс күлкі тағы естілді. Адамдар қаша бастады, тек молда мен екі жігіт қалды. Ол дұға оқып, топыраққа тұз себіп, Құранды ашып еді.
Кенет жер жарылып, ішінен қара қол шығып, молданың аяғынан ұстай алды. Сол түннен кейін ауыл іші мүлде өзгеріп кетті. Бір қарағанда бәрі бұрынғыдай, адамдар жұмысқа барады, балалар ойнайды, иттер үріп жүреді. Бірақ ауада бір түрлі ауырлық бар еді. Түн түссе болды, желдің өзі тоқтап қалатындай. Құлаққа әлсіз сыбыр естілетін, біреу алыстан атын атап шақырғандай. Ауыл тұрғындары мұндайды алғашында елемеуге тырысты. Бірақ күн артынан күн өтіп, таң алдында адамдардың үстелінде немесе терезе алдында балшыққа ұқсас дымқыл іздер қалатын болды. Ешкім ондайды көрмеген, бірақ бәрі сезетін біреу келіп кеткендей. Бір күні ауылдың жасы үлкен Қанат деген кісі түнде үйіне шыққан. Ол су ішуге кеткен. Сыртта ай жарық, айнала тым-тыныш. Бірақ құдыққа жақындай бергенде жердің астынан әлсіз дыбыс шыққандай болды, сықыр еткен, тырналған сияқты. Қанат төмен еңкейіп тыңдады. Сол сәтте құдықтың ішінен біреу баяу дем алғандай дыбыс естілді. «Кім бар?» деді ол. Жауап жоқ. Тек төменнен су қозғалған дыбыс шықты да, бір сәтке ай сәулесінде ақшыл қол көрінді. Қанат артқа шегініп үлгермеді, су бір сәтке қайнап, бетінен салқын бу көтерілді. Сол түні ол ешкімге ештеңе айтпады, тек көзі алақандай болып, таңға дейін терезеден қарады. Келесі күні ауылдың ортасындағы иттер түнгі уақытта бір нүктеге қарап болып, адамдардың үй жануарлары мазасыздана бастады. Молда тағы дұға оқыды, бірақ бұл жолы оның даусы бөлменің ішінде жаңғырып, қабырғадан әлсіз сықырлаған жауап қайтты. Түннің бірінде жас келіншек Айманның үйінде бір түрлі оқиға болды. Ол сәбиін тербетіп отырғанда, кенет баланың көзі бір бұрышқа қадалып қалды. Сәби кенет жыламай күліп жіберді. Бірақ Айман бұрылып қарағанда, сол бұрышта ешкім жоқ еді. Тек қабырға бойымен көлеңке жылжып бара жатты. Сол сәтте терезеден суық леп соғып, бала тып-тыныш болды. Айман терезені жаппақ болғанда, әйнекке әлдебір тұяқ пішінді іс түскенін көрді. Таңертең көршілер келгенде үйдің ішінде ызғар бар еді, ал Айманның көзі қызарып, қолында сәбиін қысып ұстап отырды. «Кім келді?» деп сұрағанда ол сыбырлап, «Ол терезеден қарады» деді. Осыдан кейін ауылда түнде шам жанған бірде-бір үй қалмады. Адамдар таң атқанша оттың жарығында отыратын. Бірақ кейде оттың жалыны өздігінен төмендеп, айналаның бәрі сәл қараңғыланып кететін. Сол сәттерде әр адам терең тыныс естіп, дәл қасында біреу тұрғандай сезінетін. Күндер өте келе ауылдың шетіндегі өзен маңынан түсініксіз табандардың ізі табылды, адамға ұқсайды, бірақ терең, ауыр іздер. Кейде сол іздер ауылдың ішіне дейін жетіп, бір үйдің табалдырығында аяқталып қалатын. Молда бәріне сабыр сақтауды айтты. Бірақ бір түні ол да жоғалып кетті. Таңертең мешіттің ішінде тек ашылған Құран мен май шамның соңғы түтіні ғана тұрды. Ал еденде балшыққа ұқсас суық іздер. Сол күннен кейін ауылда тағы бір түн болды. Ай толық шығып, жел мүлде соқпады. Әр үйдің ішіндегі адамдар үнсіз отырды. Бірақ бәрі бір мезгілде есіктің ар жағынан жай ғана екі рет қаққан дыбысты естіді. Тық-тық. Ешкім жауап бермеді. Бірақ ертеңінде ауылдың ортасындағы топырақта бір белгі пайда болған, айналдыра сызылған шеңбердің ішінде кішкентай іздер. Біреу жерге отыра қалып, ұзақ қарағандай. Кейін айлар өтті. Ауыл қайтадан тынышталды. Бірақ кейбір түндерде, ай толғанда, тау жақтан баяу аяқтың дыбысы естіледі. Жерге жақындағанда әлсіз дем сезіледі. Тек бір нәрсе анық, сол жерге бір рет келген, ешқашан толық кетпей. Арада жарты жыл өтті. Ауыл сырттай тыныш. Бірақ ешкім түнде жалғыз шықпайды. Кішкентай балаларға күн батпай үйге кіріңдер деп қатаң ескерткен. Жандостың үйі әлі де иесіз тұр. Терезелері сәл ашық, ал жел соққанда іші бос дыбыс шығарады, біреу сыбырлап тұрғандай. Бір күні ауылға қала жақтан Данияр есімді жас журналист келді. Ол ескі, түсініксіз оқиғаларды зерттеп, халық арасындағы тылсым оқиғаларды жазып жүретін.
Ол ауылға кіре бергенде-ақ бір түрлі салқын леп сезді. Күн ашық болса да, ауа ауыр еді. Ауыл адамдары оны көргенде абыржып қалды. «Балам, бұл жаққа неге келдің?» деді бір ақсақал. «Жандос көкемен осы маңда болған оқиға туралы жазғым келеді. Бәрі не болғанын білгісі келеді ғой. Кейбір нәрселерді жазудың қажеті жоқ» деп ақсақал ауыр күрсінді. Бірақ Данияр тыңдамады. Түнде ол шам жағып, Жандостың үйіне кірді. Үйдің іші шаң басқан, бұрыштарында өрмекшінің торы, ал едені сықырлап тұр. Ол диктофонды қосты да жазуды бастады. Жандос көкенің үйі. Сағат 23:47. Ішінде ешкім жоқ. Бірақ ауа бір түрлі. Суық. Ол баяу бөлмелерді аралап жүрді. Бір кезде бір есік сәл ашылып, іші қараңғыланып тұрды. Данияр жарығын түсірді. Сол сәтте қабырғадан әлсіз тырналған дыбыс шықты. Сәл кідіріп қайта естілді. Тыр-тыр-тыр. Ол жақындап қолындағы шамды жоғары көтерді. Қабырғада сызылған белгілер бар екен. Белгілер айналмалы шеңберге ұқсайды, бірақ ортасында кішкентай іздер, тұяқ тәрізді. Даниярдың демі тоқтады. Ол жазып үлгермей, артынан әлсіз сыбыр естіді. «Қайт кет!» Ол жалт қарады, ешкім жоқ. Терезе ашық емес, есікте жабық. Бірақ шам кенет әлсіреп, жарық азайып кетті. Сол сәтте оның көз алдына бір көлеңке түсті. Қараңғы бұрышта біреу тұрды. Қимылдамайды, бірақ тұрған жерінен су тамшылап жатыр. Данияр артқа шегінді. Көлеңке баяу жылжып, еденмен бірге қозғалды. Ешқандай дыбыс жоқ, тек еденнің баяу сықырмен судың тамған үні ғана. Ол шамды көтеріп қалғанда көлеңке жоқ. Тек жерде дымқыл іздер қалыпты. Ол асығыс сыртқа шықты. Далада тұман. Ауылдың үстін басып тұр. Жолды таппай терең дем алды. Бірақ сол кезде дәл артынан аяқтың дыбысы шықты, баяу, ауыр қадам. Данияр тоқтады. Естіледі, біреу артынан келеді, бірақ қараса ешкім жоқ. Ол мешітке қарай жүгірді. Есігі ашық тұр екен. Ішке кірсе бәрі бос. Бірақ үстелде ескі дәптер жатыр. Бетінде жазу бар. Егер бірдеңе көрсең, оған қарама. Көзін көрген адам мәңгі ұйықтай алмайды. Даниярдың қолы дірілдеп дәптерді жапты. Бірақ артында тұрған бір нәрсенің жылы демін сезді. Ол баяу бұрылып еді, ешкім жоқ. Тек есіктің жанында тұрған шам өздігінен жанып кетті. Жарық қабырғаны жарықтандырғанда ол бір жазуды көрді. Келді. Сол түні ол ауылдан кетпек болды. Бірақ жол жабық еді, тұман қоюланып, айнала көрінбеді. Жолдың шетінде әлдебір көлеңке тұр. Ол Даниярға қарағандай. Содан кейін тұманның ішінде жоғалды. Келесі таң. Ауыл адамдары ерте тұрып, Жандостың үйінің алдынан Даниярдың диктофонын тапты. Онда соңғы жазба бар еді. Мен оның демін сездім. Ол кетпепті. Сол күннен бері ауылға бөтен адам келмейді. Ал түнде кейде бір әлсіз жарық көрінеді. Біреулер айтады, ол Даниярдың шамы шығар. Бірақ кейде жарық терезеден ішке қарай емес, іштен сыртқа қарай түседі. Диктофон жазбасы, Даниярдың дауысы ғана. Үнсіздік. Иә. Мен жазып тұрмын, бұл Жандос көкенің үйі. Қазір түнгі 12-ден кетті, ауа бір түрлі суық. Мұнда ешкім жоқ сияқты, бірақ мен өзімді жалғыз сезінбеймін. Кідіріс. Қабырғада бірдеңе бар, қара із, тұяқ сияқты. Жоқ, бұл бояу емес, дымқыл. Су сияқты. Дем алып. Неге ауа осылай ауыр? Тыныс алу қиындап барады. Қазір есіктің ар жағынан дыбыс шыққандай болды. Тыныш. Тыңдап көрейін. Кідіріс, ауыр тыныс. Жоқ. Ештеңе жоқ сияқты. Бірақ дәл қазір біреу менің артымда тұрғандай сезіледі. Мен шамды бұрып көрем.
Жоғарақ дауыспен. Кім бар? Жауап бер. Мен журналистпін, ешкімге жамандық істемеймін. Тынысы жиілейді. Біреу қозғалды бұрышта. Күбірлеп. Мен бір нәрсе көріп тұрмын. Бұл көлеңке ме, адам ба? Жоқ. Бұл адам емес. Қаттырақ дем алады. Жоқ. Менің көзіме көрінді. Жарық әлсіреп барады, шам неге өшіп барады? Тоқта. Сәл кідіріс. Жоқ, мен кетуім керек. Мен кетем. Тұншыға дем алып, тыныс жетпей жатыр. Ашуланып айқайлап. Кім бар? Кімсің сен? Жауап бер, айт. Маған неге қарап тұрсың? Демі үзіліп, сыбырлап. Құлағыма біреу сыбырлады. Мен түсінбедім не деді. Бірақ менің атымды айтты. Мен өз атымды естідім. Жоғарақ дауыспен. Қайдан білесің сен менің атымды? Кім айтты саған? Кідіріс, үрей. Есіктің артында біреу бар. Мен есікті ашпаймын. Жоқ. Ашам. Есікті ашқандай дыбыспен. Жоқ. Бос ешкім жоқ. Қайдан шықты бұл дыбыс онда? Түнере сөйлейді. Жер су, аяғым су болды. Су қайдан келді? Жоғарыдан тамып жатыр. Шатырдан емес, қабырғадан. Даусы баяу қалтырайды. Маған қарама деді біреу. Кім айтты? Маған неге бұлай істеп жатырсыңдар? Айқайлап. Кім бар? Кім жүр бұл жерде? Шық. Тынысы үзіледі. Жоқ, жақындама. Жақындама. Қатты айқай. Артқа кет. Мен сені көріп тұрмын. Кет. Қаттырақ айқайлап. Кет дедім. Бірнеше секунд ауыр тыныс. Ол тоқтады. Жақындап тұрды да тоқтады. Неге кетпеді? Баяу дауыспен. Мен дем естіп тұрмын. Тура құлағымның жанында. Тынысы суық. Жоқ. Сен жоқсың. Сыбырлап. Қайдасың? Маған неге қарайсың? Бір сәт үнсіздік, содан кейін шошып айқайлайды. Жоқ, мен көргім келмейді. Жерге жығылғандай дыбыс. Ауыр. Тыныс. Жетпей тұр. Жарық. Кетіп барады. Қатты айқайлап. Көмек. Тынысы үзіліп, сыбырмен. Егер бұл жазбаны біреу тапса, біліңдер. Ол кетпейді. Ол осы жерде. Ол мені көріп тұр. Соңғы сөздері әрең естіледі. Қарама. Жазба осы жерде тоқтаған. Бірақ соңғы секундта әлсіз демнен Даниярдың дауысына ұқсамайтын сыбыр естіледі, бірақ не айтылғаны анық емес. Соңғы бөлім дыбыс. Сол оқиғадан кейін ауыл тыныш өмір сүргендей болды. Бірақ түн сайын кей үйлерде біртүрлі дыбыстар естіле бастады. Кейде біреу баяу жүріп өткен сияқты, кейде алыстан демалған дауысы естілетін. Бәрі оны желден көреді. Тек молда Сейіт қана үнсіз жүреді, ол бәрін түсінгендей. Бір күні ауыл балаларының бірі Ершат далада ескі кассета тауып алады. Ол кассетаның шетін қараса, кішкентай жазу бар. Данияр. Ешкім сенгісі келмеді, бірақ Ершат оны қызық көріп үйіне алып келді. Әкесі қалаға жұмысқа кеткен, анасы көрші ауылда. Үйде жалғыз еді. Сол түні ол ескі магнитофонды тауып, кассетаны салып, плай батырмасын басты. Бастапқыда үнсіздік. Тек әлсіз желдің дыбысымен ара-арасында бір адамның тынысы естіліп тұрды. Сосын Даниярдың дауысы шықты. Кешкі 9-мен орманның шетінде бір нәрсе бар сияқты. Дауысы шаршаған, дірілдеген. Жолдың бойында ешкім жоқ, бірақ із бар, адам із емес.
Осы жерге келгенде Ершаттың арқасы мұздап кетті. Дыбыста әлдебір ысқырық естілді. Содан соң Даниярдың демі жиілей бастады. Ол жақындап келеді, тоқта, мен ештеңе естіген жоқпын деді. Бірнеше секунд тыныштық. Сосын қатты айқай. Жоқ. Маған қарама. Қарама. Магнитофонның дауысы бұрмаланып, шиқылдап кетті. Ершат қорқып, батырманы баспақ болды, бірақ ол жұмыс істемеді. Дыбыс жалғасып тұрды. Біреу баяу сыбырлап жатыр, дәл құлақ түбінде. Естідің бе? Ол тыңдап тұр. Осы кезде Ершаттың артынан әлсіз сықыр естілді. Ол жалт қарады, терезе ашық екен. Бірақ перде қозғалып тұр. Және далада ешқандай жел жоқ. Магнитофонның дауысы қайта қатайып. Көзім көрдім, үлкен қара қарап тұр. Ершаттың жүрегі дүрсілдеп кетті. Дыбыс үзіліп қайта басталды. Қатты айқай, металл сыңғыры, содан кейін баяу дем. Сол сәтте магнитофонның ішінен әлсіз тырс еткен дыбыс шығып, кассета өздігінен артқа айнала бастады. Ершат сасып қалды. Магнитофонның шамы өздігінен жанды. Жарық сары түсті емес, бозғыл. Ол жарық еденге түскенде, дәл Ершаттың жанында дымқыл іздер пайда болды. Кішкентай, бірақ анық. Ершат артқа шегініп, үстелге соғылды. Бірақ дыбыс әлі кетпеді. Даниярдың дауысы қайта шықты, бірақ енді әлдеқайда жақыннан. Ешкім сенбейді, бірақ ол осында. Магнитофонның динамигі сыбырлап, баяу ысқырып тұрды. Кассета тоқтады. Бірақ дауыс әлі кетпеді. Бөлме іші тым тыныш. Тек біреу еденде жүргендей дыбыс естіледі, тырс-тырс. Ершат батырманы жұлып алды. Бірақ магнитофон бәрібір істеп тұр. Дыбыс тікелей магнитофонның ішінен емес, дәл артынан шығып жатқанда еді. Көрдің бе? Ол енді сенің арқаңда тұр. Бала жан дауысы шығып, сыртқа жүгіріп шықты. Бірақ есік ашылмай қалды. Далада жарық жоқ, тек айдың жарығы төгіліп тұр. Қабырғадағы сағат тоқтап қалған. Сағат тілі 3:17-де қатыпты. Ол есікті бар күшімен итерді, ақыра ашылып кетті. Сыртқа шыққанда бәрі тыныш еді. Бірақ үйдің терезесінен әлсіз сары жарық жанып тұрды. Ешкім үйде қалмаған еді. Келесі күні таңертең көршілер магнитофонды үстелдің үстінен тапты. Ішінде кассета жоқ. Тек бір сары қағаз жатыр, үстіне әлсіз жазумен. Тыңдаушы келесі болады. Сол күннен бері ауылда ешкім түнде магнитофон қоспайды. Кей түндері әлсіз желмен бірге бір таныс дауыс естіледі. Қайдасың? Мен жазып тұрмын. Ай толған сайын сол дыбыс анық шығады. Біреу түн ішінде баяу жүріп, бір үйдің терезесіне тоқтап, ұзақ қарап тұрады. Ал таңертең сол үйдің табалдырығында ылғал із қалады. Кішкентай, бірақ терең.